Нұрекен Елдос Наурызбекұлы, Цар Пентестері және BigBounty.kz платформасының қауіпсіздік сарапшысы. 1997 жылдың 11 наурызында Талдықорған қаласында өмірге келген. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетін 2021 жылы бітірген, ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің магистрі. The Standoff 5 орын және Rubik CTF 2 орын иеленген. Offensive Security Web Expert халықаралық сертификациясынан өткен. В Казахстане вообще не было такого. То есть это первая такая платформа, в которой можно зарабатывать. Бұл әлі Қазақстанда орын алмаған жағдай болатын. Алғашқы платформа ретінде кез келген ұйымның осал тұстарын іздеу арқылы табыс көруге болады. Жобаның мақсаты ақша табу емес, тек қазақстандық ғаламтор кеңістігіндегі қауіпсіздік деңгейін арттыру. Осы арқылы басқа да компаниялардың осал тұстарын тауып, лайықты қаражатпен пайдалануға мүмкіндік береді. Следовательно, если они будут находить уязвимости, то сам сайт, само приложение будет становиться безопаснее. Өз кезегінде олар осалдықты тапса, сайт пен қосымшаның өзі қауіпсіздендіріледі. Сонымен қатар, тұтынушыларының дербес деректері де қауіпсіздікте сақталады. Біздің жағдайда бұл бірегейлікке ие болды. Себебі, бірден мемлекеттік деңгейде іске қосылды және оның аналықтары жоқ. Олардың қандай да бір ілмегі бар, өткір қармағы бар. Яғни жиналуы, тізімі мен деректері, және осы ілмектер бойынша анықтап алуға болады. Ал біз басқа мәселені айтудамыз. Қазақстандық ғаламторды қауіпсіздендіргіміз келді. Сондықтан Казнет бағдарламасын іске қостық. Сайттардың иелерімен өзіміз хабарласып, байланысқа шығамыз және оларға әлсіз тұстарын көрсетеміз. Әзірге барлық айтарлықтай жақсы орнауда. 1000-нан аса осалдықты анықтап бердік. Олардың басым бөлігін түзетіп те үлгерді. Ал ең осал тұстарына келгенде алғашқы төлемдер де болды. Жалпы, барлығы өз орнымен жүзеге асуда. Біздің BigBounty.kz платформамызға қазір бірнеше компания қатысуда. Сондай-ақ eGov, Зерде Gov.kz сынды мемлекеттік органдар, WebTotem.kz, PS секілді сайттар және Казнет бағдарламасы бар. Бүкіл Қазақстан бойынша әлсіз тұстарын анықтап, осы мәселені ресурстардың басшылығына жеткізуге тырысамыз. Осы жоба арқылы мемлекетіміздің ғаламтордағы қауіпсіздік деңгейін нығайтудамыз. Повышаем уровень безопасности на уровне страны.